Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Сыныпта барлық оқушылар түгел болса, сабақты бастамас бұрын жағымды психологиялық ахуал тудырып алайық. Оқушылар, берілген ұяшықтарды таңдаймыз. Бүгінгі күніміз шуақты болсын. Бүгін бәрімізге тек жақсы сәттер тілеймін. Бір-бірімізге жылу сыйлап, жақсы оймен бастайық. Күніміз тек жақсы жаңалықтарға толы болсын. Біз тату ұйымшыл сыныппыз. Біз жаңа білімге дайынбыз. Біз көңілдіміз, белсендіміз, ақылдымыз, зерекпіз. Құрметті оқушылар, енді осындай жағымды көңіл күймен мен сіздердің үй жұмыстарыңызды тексерейін. Өткен тақырыпта біз сіздермен диалог құру тақырыбын өткен болатынбыз. Қазір мен сіздерге бірнеше сұрақ қоямын, сол сұрақтарға жауап берсеңіздер. Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Үй тапсырмасын қайталау үшін берілген ұяшықтарды бірін таңдап, сұраққа жауап беріңіздер. Дайынсыздар ма? Бірінші сұрақ. Диалог дегеніміз не? Тамаша. Екінші сұрақ. Скретчта екі кейіпкердің диалогын құру үшін қандай блоктар қолданылады? Өте дұрыс жауап. Үшінші сұраққа көшейік. Кейіпкерлердің бірінен кейін бірі сөйлеуін қалай қамтамасыз етуге болады? Диалог кезінде кейіпкерлердің қозғалысы немесе анимациясын қалай қосуға болады? Тамаша, жарайсыңдар. Өте дұрыс жауап. С және зинг блоктарының айырмашылығы неде? Және диалогта қайсын қашан қолданған дұрыс? Өте дұрыс жауап. Екі кейіпкердің диалогын интерактивті ету үшін қандай қосымша скрипттар немесе оқиғалар қолдануға болады? Жарайсыздар оқушылар. Сабаққа өте жақсы дайындалыпсыздар. Мяу, 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 мяу. Құрметті оқушылар, біз жаңа не естідік, не көрдік? Иә, балалар, дұрыс айтасыңдар. Скретч бағдарламасының басты кейіпкері мысық өз дауысын диктофонға жазып жатыр. Балалар, енді осыған қарап сабақтың тақырыбын анықтайық. Жарайсыңдар. Бүгінгі сабақтың тақырыбы дыбысты жазу және ойнату. Балалар, бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты ойынның бағдарламалау ортасында скретчтің библиотекасындағы дыбыстарды қолдану. Балалар, жалпы дыбыс деген не? Дыбыс ауада таралатын тербелістерден пайда болады екен. Біз дыбысты құлағымызбен естиміз. Дыбыс қалай пайда болады? Дыбыс заттар тербелгенде шығады. Мысалы, қоңырау соғылғанда. Дыбыс қалай тарайды? Дыбыс ауа арқылы тарайды. Дыбыс күнделікті өмірде әрқашан кездесетін құбылыс. Құрметті оқушылар, мұқият қараймыз. Қазір мен сіздерге дыбыс блогы, дыбыс сүйемелдеу командалары, дыбыстар кітапханасы қай жерде орналасқанын көрсететін боламын. Ол үшін біз скретч бағдарламасына кіріп, жасау батырмасын басамыз. Мінекей бізде скретч алаңы ашылды. Скретчте спрайттарды дыбыспен сүйемелдеу командалары бар. Бұл командалар дыбыс блогында орналасқан. Скретчтің дыбыстар кітапханасында 350 дыбыспен әсер бар. Жобаның скриптісіне кітапханадан дыбыс қою үшін төмендегі әрекеттерді орындау керек. Бірінші әрекет. Дыбыс батырмасын шертеміз. Екінші әрекет. Экранның сол жақ төменгі бөлігіндегі дыбыс таңдау батырмасын шертеміз. Таңдалған дыбысты ерекшелеп қиюға, көшіруге немесе жоюға болады. Құрметті оқушылар, мен сіздерге арнап жасанды интеллект платформасында өте қызықты ойын дайындадым. Ойын дыбысты жазу және ойнату интерактивті тапсырмалар деп аталады. Атыңызды енгізіп, ойынды бастаңыз. Бірінші тапсырма. Дыбыс жазатын құрылғыларды тап. Өте дұрыс жауап. Келесі сұрақ. Қадамдарды басып, дұрыс ретпен орналастыр. Жарайсың. Өте дұрыс жауап. Ең жақсы сапада дыбыс жазу үшін студиялық микрофон пайдаланады екенбіз. Қай файлдар тұтас дыбыс файлдары дейді. Жарайсыңдар. Бұл батырма не істейді дейді. Мына жерде сіздерге батырмалардың қызметін табу берілген. Бірінші батырма дыбысты ойнатады екен. Екіншісі уақытша тоқтатады. Үшіншісі толығымен тоқтатады. Өте дұрыс жауап. Жарайсыңдар.
дыбыс жазу студиясына қажетті құралдарды таңдаңыз дейді. Жарайсыңдар. Қай белгі ең қатты дыбысты білдіреді? Дұрыс жауап. Жазылған дыбысты қай қалтаға сақтау дұрыс? Құжаттар ма, музыка ма? Дұрыс, музыка. Қай тиме микрофон жұмыс істеп тұрғанын білдіреді? Қызыл тиме. Дұрыс жауап. Подсказ жасау үшін қадамдарды дұрыс ретпен орналастыр дейді. Жарайсыңдар балалар. Енді нәтижемізді көрейік. Өте жақсы. Жарайсыңдар. Құрметті оқушылар, енді мен сіздерге Scratch'та дыбыспен жұмсатты практикалық жұмыс тапсырмасын дайындадым. Бұл жерде сіздер блоктарды ретмен қоюды үйренетін боласыздар. Бірінші тапсырма дыбыс қосуды рет-ретмен орналастыр. Екінші тапсырма дыбыс жазуды рет-ретмен орналастыр. Сіздерге микрофон симуляциясы берген соғыл арқылы тексеріп көрсеңіздер болады. Үшінші тапсырма дыбысты өзгерту, эффекттер қосу. Және де оны тексеріп көру батырмалары. Жарайсыңдар балалар. Барлық практикумдар аяқталды. 3 практикумның 3-еуінде өте дұрыс орындадыңдар. Балалар, компьютерде жұмыс Hey there, let me explain what I'm working on. Үй бәлі жігіттер. Қыздар, келіңдер, жігіттер, мен қажырға берейік. Келіңдер. Үй бәлі. Ой, жарай жігіттер ғаны. Хоп бәлі. Қара жорға болмаса, бейдің сәні келер ме? Қос етек көйлек кимесе, қыздың сәні келе ме? Құрметті оқушылар, енді бізде практикалық жұмыс. Бізде фон жайлау. Және де спрайтқа жылқыны таңдаймыз. Қазір бәріміз бірге оқиғалар блогына кіріп, спрайт басылған кезде командасын таңдаймыз. Одан әрі қарай қозғалыс блогына кіріп, 10 қадамға жылжу командасын таңдаймыз. Және де дыбыс блогына көріп, дыбысын баста командасын таңдаймыздағы, ол жерден хорс деген дыбысты таңдаймыз. Одан кейін қозғалысқа кіріп, қайтадан 10 қадамға жылжу командасы, және де қозғалыс батырмасынан шетте болса әрі итерілу командасын таңдаймыз. Мінекей біздің жоба дайын. Оқушылар, мұқият қараймыз. Сіздерге берілген үй тапсырмасы. Аты жөндеріңізді жазып, берілген тапсырмаларды орындаймыз. Сіздерде барлығы 8 тапсырма берілген. Барлық тапсырмаларды орындап болған жағдайда үй жұмысын тапсыру батырмасын басамыз. Құрметті оқушылар, енді сабақты қорытындылау мақсатында кері байланыс жасайық. Сабақты толық түсінсек, толық түсіндік деген батырманы басамыз. Түсінбесек, сабақты толық түсінбедім. Сабақ мүлдем қиын болса, маған қиын болды батырмасын басамыз. Сабақ ұнағанына қуаныштымын. Сау болыңыздар.